Радикал деген не деген сөз? Радикализм деген нәрсе ол әрбір жаңағы қалыптасып қалған діни ортаға қарсы бір қатып қалған пікір, басқаларға не әрі не бері жүрмеу деген сияқты. Бірақ ол негізі адамның надандығынан туатын мәселе. Қалай дейсіз ғой? Ислам деген нәрсе Аллаға сену, жүрегіңді таза ұстау, өтірік айтпау, ешкімге қиянат жасамау, намаз оқу, қажылыққа бару, зекет беру, жақындарыңа көмектесу, қайырымдылық жасау деген сияқты негізгі түпкілікті принциптер түсіндірген. Енді осыған қарсы басқа біреу, исламның басталатын нәрсесі қару, соғысу, қатып қалу, басқалармен келіспеу, сол келіспеушілікті ашық жариялау деген сияқты нәрселер болса, ол исламдағы түпкілікті принциптерге қайшы келеді. Сондықтан оларды біз радикал деп айтамыз. Бір мәселеде, мысалы, бірнеше пікір болуы мүмкін. Сол бірнеше пікірлердің қайсысы дұрыс, қайсысы біздің заманымызға, біздің елге келетін жөнінде сол уақыттың, сол жердің ғұламалары айту керек. Сондықтан жаңағы интернетті қараған кезде де қай жерде болсын, жергілікті жердің ғалымдарынан сұрау керек. Жалпы исламның ұстанымы сол.